لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Ассалаумағалейкум ва рахматуллахи ва баракату. Құрметті ағайын, міне бүгін Аллах бұйыртса қасиетті Мәкка қаласына умра сапарына жолға шығуға ниет етіп отырмыз. Алла тағала қасиетті сапарымызды берекелі етсін иншалла. Бір кісі умраға баратын кезде ізгі ниетін жасағаннан кейін Қазақстан мұсылмандар діни басқармасымен бірлесе отырып жұмыс жасайтын қажылық компанияларынан бір компанияны таңдауға тиесілі. Сол компанияларды таңдау жасап жатқан кезде кейбір мәселелерге мән берілуі қажет. Біріншіден, визалық қолдау көрсетеді ме? Қай бағыттағы авиакомпаниямен апарып алып қайтады? Және аэропортта неше сағат күтеп отырамыз, қанша сағатта ұшып барып қайтамыз деген сынды мәселелерді сөйлескеніміз дұрыс. Мәкка және Мәдина қалаларындағы қонақ үйдің деңгейі және қонақ үй мен Әл-Харам мешітінің ортасындағы арақашықтықтың қанша километр екендігін және Мәкка және Мәдина қалаларындағы тамақ уақыттарының, ас мәзірінің қандай деңгейде екендігін ашық түрде сөйлескеніміз абзал. Себебі умраға барған кісі қасиетті Мәкка қаласына барған кезде құлшылығының уақытының көбін Әл-Харам мешітінде оқу керек. Әл-Харам мешітінде оқылған бір намазға 100.000 намаздың сауабы берілетін қасиетті мекен. Бұл мекен біздің ата-бабамыздың аңсап өткен мекені болғандықтан, сол жерде уақытымыздың көбін құлшылыққа өткізуіміз керек. Сол кезде біз уақытымызды құлшылықтан бөлек басқа жаққа, тамақ ішуге, басқа жаққа жұмсап жүрген кезде көп уақыттарымыз өтіп кетіп және шығындарға шығып кетуі мүмкін. Сондықтан да осы жақтан бара жатқан кезде міндетті түрде бара жатқан компанияның ас мәзірін сөйлесіп, сол қаңғарта келісім жасалу қажет. Және бұл қасиетті сапарда неше мәрте умра жасаймыз. Себебі бұл қасиетті сапар құнымен емес құндылығымен есептелінетін сапар. Сондықтан да сол уақытымызды неше мәрте умра жасауға фирма қызметкерлер неше мәрте умраға апарып алып келеді. Соны сұрағанымыз абзал. Және Мәкка және Мәдина қалаларындағы экскурсиялар және осы сапар бойы біздің қасымызда бірге жүретін, жол бастап жүретін білікті жетекшілер бар ма? Себебі бұл қалалардың барып тарихымен сусындап танысып қайту үшін міндетті түрде қасымызда тіл білетін, білікті, білімді жетекшінің болғандығы абзал. Міне біз ағайын осы қажылық сапарымызды қызмет саяхат қажылық компаниясымен баруды жөн көріп, умраға бара жатырмыз. Алла тағала сапарымыз сәтті де берекелі етіп, шынайы умар болып жаңарып, тазарып келуімізді Алла тағала нәсіп етсін. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله. Біз қызмет саяхат қажылық компаниясын таңдағаннан кейін өзара
осы жердегі жігіттермен келісім шартқа қол қойысып төлемімізді банк арқылы жасадық. Бізге қолымызға төл құжатымызды және барып келу визамызды, барып қайту бағытындағы билетімізді және сақтандыру куәлігін қолымызға берді. Және ең маңыздысы, құрметті ағайын, бұл сапар қасиетті сапар болғандықтан біздің сол сапарда жүрген кезде қай жерде не істеп жүруіміз керек, қай уақытта қай жерге құлшылық жасаймыз, қай жерге барамыз, қай жерден қайтамыз деген сынды әр күніміз, сағатымыз көрсетілген. Бізге осындай қолымызға бағдарламамыз берілді. Бұның ішінде Жаннатул Бақи зияреті, Мекке зияреті, 3-4 умра, Худайбия, Жиғрани, Танғим, Хил аймақтарынан умра жасау, міне қасиетті Мекке және Мәдина қалаларында аралайтын күндерімізде барлығын уақыттарын біліп отырғандықтан, бұл біздің сол жақта тағы да көбірек құлшылық жасауға иншалла мүмкіндік тудырады деп осы жігіттер осыны ұйымдастырып жатыр екен. Және де қазақи оймен әшекейленген осындай қызмет саяхаттың аты жазылған осындай керемет жилеткаларын берді. Және сол бағытта жүрген кезде, сол сапарда жүрген кезде аты жөніміз жазылған, сол жақтағы жетекші номерлері көрсетілген, және баратын Мекке және Мәдина қалаларында қонақ үйлердің мекен жайы көрсетілген, арнайы осындай мойын бейджиктерін берді. Жилетка мен бейджиктің өте маңыздылығы зор ол жақта. Себебі ол жаққа барған кезде, мына көк жилетканы көрген кезде бірден қазақстандықтар екендігін тауып алуға үлкен бір мүмкіндік. Мынау бойымыздағы бейджигімізде сол жақта жүргенде адасып қалған жағдайда кез келген полицейскийге барып, я болмаса кез келген бір арабқа көрсетсек, сол бізді таксиге отырғызып, я болмаса қонақ үйімізді жаққа қарай бағыттап жіберуіне үлкен бір септігін тигізетіндіктен осы нәрселерді бізге арнайы тіктіріп беріп отыр екен. Және қолымызға осы бағытта жүрген кезде қасиетті мекенде оқылатын қасиетті дұғаларды, Әл-Харам мешітіне кіргенде оқылатын дұғасында, көлікке отырғанда оқылатын дұға, Сафада, Мәрвада, Сағиде оқылатын дұғалар сияқты барлығы ашық түрде арабша және кірілше әріптермен жазылған дұға кітаптары қолымызға берілді. Осындай бір керемет аппаратты қолымызға беріп жатыр. Бұл аппарат біздің сол жақта жүрген кезде көптеген адамдардың ішінде өзіміздің жетекшіміздің оқыған дұғасын қайталап оқуымызға үлкен бір мүмкіндік береді. Себебі кейбіреуіміз арабша дұғаларын жатқа білеміз, кейбіреулеріміз жатқа білмейміз. Сол кезде жетекшіміз жеке-жеке оқып, әр жерде, әр бір басқан қадамда оқылатын дұғаларды, жеке әр шаутта, әр айналымда оқылатын дұғаларды асықпай жеке-жеке оқып отырады. Және біз соны қасында жүріп, ұзақтан отырып тыңдау мүмкіндігі бізге берілген екен. Тауафымыздың берекелі де мәнді де сәнді болып өтуіне үлкен бір септігін тигізеді. Сондықтан осыны ұйымдастырып отырған қызмет саяхат қажылық компаниясына Алла разы болсын. Біздің қолымызға мынандай үлкен қол сөмкесі және арқаға асып алатын осындай сөмке, және де кішірек әр қажының өзінің ыңғайына қарай кішірек осындай қалташа беріліп жатыр. Бұның ол жақтағы пайдасы өте үлкен бізге. Себебі Әл-Харам мешітінің 99 есігі бар. Бір есігінен кіріп, келесі есігінен шығып кетер кезде шығып кетеміз. Сондықтан да кірген кезде тәпішкемізді осы қалташамызға салып аламыз да, шығып бара жатқан кезде мешіттің шыға берісінде сол қалташамыздан тәпішкемізді алып, арқарда киіп жолымызға жалғастырып кете беруімізге үлкен бір уақыт өнімдеу жағынан үлкен бізге бір пайдасын береді. Және бір ерекшелік, осы мына сөмкенің ішіне Алматы, Стамбул, Жидда бағытында ұшатын қажыларымыз міндетті түрде ихрам және тәпішкесін осы қол сөмкесінің ішінде ұстап барған дұрыс. Себебі біз Алматыдан, я болмаса Астана қалаларынан үлкен чемоданымызды багажымызға тапсырамыз да, қол жүктерімізді ғана қолымызға аламыз. Ал мына тапсырған багажымыз анау Жидда қаласына барған кезде алуға тура келеді. Ал бізде ортада Стамбулда ихрам кию керек. Хил аймағына кірген кезде ихрамда болу үшін біз қолымызға ихрамды ұстап алғандығымыз абзал болады. Мінекей ағайын, төл құжаттарымызды барлығын толықтап алғаннан кейін, ендігі мәселе әуежайға кешікпей бару. Ол жерде біздің жетекшілеріміз сол жерде күтіп алады. Содан арғартай сол жетекшілеріміздің нұсқауымен арғартай Алла қаласа сапарымызға жалғастырамыз.
Осы мүмкіндікті беріп отырған Қызмет Саяхат Қажылық компаниясына үлкен алғысымызды айтамыз. Алла разы болсын баршаңыздан. Алла тағала умра сапарымызды сәтті, берекелі, құтты етсін иншаллах.